Барлықтарыңа сәлем достар, сіздермен бірге мен Аям, және де бүгінгі видеода перваштарға кеңестер. Мен енуда уже екінші курс оқитын боламын. Алдағы уақытта бірінші курсты бітірдім. И сіздерге айтар нәрселерім, опыттарым бар демекші, сіздерге біраз кеңестермен бөлісетін боламын. Ал енді кеттік. Бірінші мен енуда оқимын. Бірінші курс бітірдім. Екі шет тілі мұғалімі, ағылшын және де китайский. Бірінші сұрақ, егер де сендер осындай мен секілді мамандыққа филология немесе осындай ағылшын тілі мұғалімге түсетін болсаңдар, сендер екінші тілді міндетті түрде таңдайсыздар. Егер енуға түсетін болсаңдар, онда бұл жерде көптеген тіл бар. Японский, французский, арабский, тағы да көп тіл бар да, мына жерде итальянский, испанский, анау деген секілді. Бірақ ол тілдер егер қанша студент көп таңдаса, сол тіл ашылады деген секілді. Мысалы, қытай тілін ол итак көп адам таңдайды ғой. Сондықтан да ол группа бірден толып кетті деген секілді. И жапон деген секілді группалар ашылды деген. Егер мысалға аз-ақ адам таңдаса сол тілді, онда ол мүлде уже ашылмайды. Яғни сен ол тілді оқи алмай қалуың да мүмкін. Сондықтан да ойлап бару керек та, екінші шет тіл таңдағанда, егер мысалы өзің керекті болса деген секілді таңдауға солай кеңес беремін. Жалпы универде 2 семестр бар. 2 семестр деген біздің типа мектептегі 2-2-90. Және де бір семестрда бір сессия әр пәннен, және де 2 рубежка алады. 2 рубежка деген біздің жыбыларымыз деген секілді. Сөйтіп каждый 4 или 5 апта сайын ба рубежка тапсырасыздар, содан кейін каждый 10 апта сайын ба сондай бірдеңкесі бар сессия тапсырасыздар. Жалпы перваштарда барлықтарыңа ортақ бір сабақтар болады. Ол қандай сабақтар? Яғни жаңағы ИКТ деген сабақ болады, жаңағы информатика деген секілді, тағы да әлеуметтану, саясаттану, сондай бір в общем базовый сабақтар болады. Бірақ білмеймін басқа универлерде қандай екенін. Сондай секілді бастапқы бірінші курста барлығына ортақ бір сабақтар болады. Әрқалай болуы да мүмкін, бірақ болады міндетті түрде сондай. Сондай сабақтарға дайын болыңдар. Барынша апайларға ыңғайланып солай оқисыңдар. Жалпы сессия енуда бізде немен болады? Компьютермен немесе ауызша, жазбаша деген секілді кәдімгідей сессия уақытысында жазылып тұрады. Компьютермен ОБТ тапсырғандай тапсырасыңдар, ана жерде тест болады, аяқтауды басқаннан кейін бірден жауабы шығады, и жылайтындар жылайды, жыламайтындар жыламайды деген секілді. Бірақ көшіру жағынан болса, көшіруден негізінде болады, егер апайларға білдіртпей көшіре алсам. Так что жалпы солай. Енді түсіндіңдер ғой. Енді бірінші курста не істеу керек? Егер сен Астана қаласында үйің болмаса, онда мысалы кейбіреулер туысқандардың үйіне тұрғызады, немесе общежитияға тұрғызады. Мен бірінші жылы мен негізінде Астанада ағамның үйі бар. Бірақ мен общагада да өмірімде болсын бір рет тұрып көрейін деп сол мақсатта тұрып көрдім. 5-ші общежитияда мен ол кезде 190 мың теңге төледік. Bir жылға 190 мың. Бірақ қазір бағасы өзгерді. Енудің официальный сайтынан қарасаңдар болады. Егер мен тапсам, мына жерде суреттер шығады. Егер таппасам, онда енудің сайтын тіркеп қоямын. Яғни енуда осы өткен жылдан бастап новый общежитие соғылды. Ол жерде максимальный 2 адам немесе 3 адам ба сондай ма сондай. Короче, өте әдемі, бірақ енуға жақын емес деген секілді. Әр жерде орналасады ғой. Сондықтан солай. Не үшін бірнеше общежитие? Яғни ол мамандықтарына қарай бөледі. Бұл жерде мысалға 5-ші общагада чисто филология факультетінде оқитын оқушылар жатты. Және де жаңағы информатиканы информаттар жатты. Аз ғана, бірақ көбінесе филологтар жатты. Мысалы қазақ әдебиеті оқитын мамандық иелері және де біз деген секілді. И ағылшын филологтар жатады тоже. Солай бөлінеді. И 1 жылға төлейсіңдер, тұра бересіңдер. Екінші курстарда тұрды, бірақ орын қалса тұрады деген секілді. Немесе общежитияда болмайды десеңдер, онда бірнеше адамдармен бірігіп сендер үй жалдасаңдар болады деген секілді. Астанада негізінде бірге тұрсаңдар қатты қымбат болмайды ау. Білмеймін нақты, енді көрмеппін. Және де общагаға нені кіргізу керек? Жалпы сендер тихаря чайник, удлинитель, одан кейін көбінесе тоқты заттар негізінде болмайды. Типа апайлар жинап алады, анау деген секілді, бірақ сендер нетіп аласыңдар, алып аласыңдар бұл тихаря и қолдана берсіңдер болады тығып дегендей. Енді бірінші курста жалпы бірінші көзге түсу керек. GPA деген болады. GPA деген ол 4 балдық жүйесі. Яғни 4 балдық типа американский не. Сенің GPA-ң жоғары болған сайын сен академический мобильность, яғни шетелге шығу. Шетелге 1 семестр немесе 2 семестр, жоқ, 1 семестрге оқып келуге жаңағы шетелдерге жібереді. Ол қандай шетелдер? Корея, Польша көбінесе бар жатады. Турцияға да жібереді. Орхон несі деген секілді академический мобильностьтің түрлері бар. Көптеген елдерге жібереді негізінде, Қытайға да деген секілді. Сол жерге түсу үшін жалпы мысалға IELTS жоғары болу керек, B2-ден жоғары. Және де сенде GPA-ң мықты болу 3-5, 3-6, 3-7, 3-8, тіптен 3-9, 4 болса тіптен тамаша. Бірінші өтіп кетесің. Кореяға да жібереді айтпақшы.
Так что солай ең бірінші курсқа келгенде барлық назарлардың барлығы сендерде сабақта болу қажет. Сендер бірінші фундаментті нетіп аласыңдар, сабаққа қатысасыңдар, апайлардың көзіне түсіп аласыңдар. Бұл жерде апайлар қатты қатал емес, қаталдар бар, капризнылар бар деген секілді, бірақ апайларға жаңа тіресіп алмау керек деген секілді сондай жағдайларды өздерің былай икемделесіңдер. Одан кейін әрбір университетте нея бар, неявка деген сөз, яғни жоқ деп. Мысалға біз мектепте қалсақ та қалмасақ та қатты бізге аса маңызды болмайтын. Бірақ бұл жерде сен каждый қалған сабақтан сенің балың, яғни GPA резко төмендеп кетеді. Мысалға мен бірінші семестрда, көп қалмадым, бірақ екінші семестрде көктем кездерінде мен көп ауырған болатым. И мысалға бір сабақтан мен 3-4 рет қалған болатын деген секілді, бір пәннен 3-4 рет қалуым мүмкін деген секілді, сондай жағдайлар болады. И то таңғысымен мен тұра алмай қалдым, тісім ауырды, анау ауырып қаптап кетті да мен сол кезде. И сосын сабақтарға үлгере алмай қалдым, көбінесе тарих сабағынан деген секілді. Сол секілді соның кесірінен менде GPA құлады кәдімгідей. Басында 3.87 болды менде бірінші семестрде, екіншінде менде уже 3.61-ге резко төмендеді. Сондықтан да, яғни сабақтан қалмау қажет. Ауырсаң да барасың, енді амал жоқ. Негізінде ауырсаң, справка шығарып көрсетуге болады, сосын ол аштырады и сан тапсырма беріп, тапсырмаға баған қойдыртуға болады. Бірақ егер реально себепсіз немесе справкаң болмаса, онда ешкім ашамайды саған. И вот, және де бұл жерде тарих сабағы ең маңызды сабақ, яғни тарих, педагогика деген сабақтар бұл жерде маңызды, педагогика жарайды, бірақ тарих ең маңызды сабақ. Өйткені тарих кейде бірінші семестрде, либо екінші семестрде болады. Бұл жерде реально бір-ақ жыл оқисыңдар тарихты, құдайға шүкір. Қазақстан тарихын бір жыл оқисыңдар, бұл жерде кәдімгі сессияның орнына ауызша емтихан алынады. Бізде солай болды, барлық университеттерде солай болу қажет деп ойлаймын. Сөйтіп ауызша емтихан алынады, яғни кәдімгідей 5-ші мен 11-ші класс аралығында өткен нәрселерді өтесіңдер. Апайларыңа байланысты менде жақсы болды барлығы, и 95 алдым шүкір. Сондай болыңдар, себебі тарих сабағы болашақта қызыл диплом алуларыңа қатты әсер етеді. Егер 4 болса, онда қызыл диплом ала алмайсыңдар деген секілді. Және де айтып кеткенде бірінші сабаққа назар аударыңдар. Сондықтан да бірінші курста аса қатты жұмыс істеуге кеңес бермеймін. Мысалға ауыр жұмыстарды істемеңдер. Официант, Яндекс доставщик деген секілді сендердің энергияларың физикалық тұрғыда сендер қатты әсерейсіңдер да, сабақ оқуға вообще желаниялар болмайды, немесе ауыр қалулар мүмкін ғажап емес. Сондықтан да барынша сендер максималды түрде онлайн жұмыстарды қарастырыңдар. Мысалға кураторлық немесе жаңағы SMM деген секілді көп уақыттарында алмайтын не болсын, жұмыс болсын. Жұмыс істемеуге негізінен кеңес беремін. Бастапқы бірінші семестрде хотя бы адаптация болу үшін не қандай апай қай жерде не бар деген секілді сондай жерлерден сақ болыңдар. Жалпы барлық фокустарын сабақта болып үйреніп алуларың қажет. Жалпы менің кеңестерім осы достар. Егер де видео ұнаса міндетті түрде лайк басып, маған тіркелуді ұмытпаңдар. Ары қарай сұрақтарың болса комментарийға жазсаңдар болады. Немесе қандай темаларға видео түсірейін, сол жайында маған комментарийға идеяларыңды жазсаңдар болады. Давайте келесі видеода көріскенше.